Ауызашардың 4-ші күнінде жақсылап ет асайын деп кастрюляма еттерді салдым. Бұл жерде менде сиырдың және де жылқының кішкене тұздалған етін қосым, суымды құйып, көбігі шыққан уақытта міндетті түрде алып тастаңыздар. Және де дәміне қарай тұзын салып, мына жақта тұздығын дайындап жатырмын. Ал бешбармақтың қамырын еттің сорпасынан жасайтын боламын. Сіздер де солай жасасаңыздар, қамырларыңыз жылтырап, тал-тал болып әдемі дәмді болып піседі. Мына жақта картоп пен сәбізді пісіріп алып жатырмын. Біз өте көп қосқанда жақсы көреміз. Себебі көбілеріңіз айтатын шығарсыздар, ой, бешбармаққа картоп пен сәбіз қосылмайды деп. Енді бұл жерде әркім өз қалауларынша жасайды ғой. Ал сіздерше қосқанда жақсы көресіздер ме? Комментарийға жаза кетіңіз. Қамырларымызды илеп алып, осылай қалдырып, жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағат өтіп шыққаннан кейін қамырларымызды жайып, дайындап қоямыз. Етіміз піскеннен кейін барлығын сүзіп алып, осылай қамырларымызды пісіріп аламыз. Қараңыздар, жылтырап әдемі болып тұр. Міндетті түрде тұздықтың майына қамырларымызды араластырып аламыз. Ол жерменде видеода түспей қалыпты. Етімізді салып, осылай картоп, пияз, сәбізімізді салып, тұздықты ең бетіне осылай саламыз. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.